Апамның күніге азанда ерте тұрып, 6-да күні кет күт әртүрлі тамақтар жасап, және де күнде үй жинап, сосын апам массаждар жасап, апамның айтқанын орындап, және де сиыр сауға барып келесің күніге. Сиыр? Әпше, сіз қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Енді мен қазір уақытым болды уже сиыр сау келетін. Сені де бірге алып кетем. Апам айтқан, что келінге үйрет сиыр сауып деп. Үй жинау, тамақ істеу, оның бәрін істеймін ғой, бірақ сиыр сау ол менің қолымнан келмейді. Ой, келін, қорықпа. Саған өзім үйретем. Жарай ма? Жарайды. Ендеше жүр сиырға. Жарайды. Жүр, ол үшін біз осыны алып алайық, жүр. Ана саған беріп алып жүр. Кеттік. Жарайды. Ал, міне келдік. Сәлеметсіз әпке. Ой, жандарым, қалайсыңдар? Жүр. Сәлеметсіңдер ме? Фу, не сасық қой. Мен адам қорқам. Өй, жүр, қорқпа. Ай. Жүр, қорқпа, кір. Әпке, мен қазір құсам әпше. Жүр, кір. Тым сасық емес қой, өзіміздің ауылдың нелері. Жарайды. Өй, қаша ғой. Фуй. Ал, міне, сиыр сауатын жерге де келдік. Міне, қазір сен мына видеоға саласың. Жарайды. Қазір мыналарға сай отырасың, қара. Міне, сынасына қоясың, болды, сосын толтырасың. Көрдің бе? Иә. Енді сен толтыр. Қоям, толтырам. Міне жарайсың. Бірақ күшті екен. Әрине, саған жағат деп айттым ғой мен саған. Енді күніге осылай толтырып тұрасың екеуін. Жарайсыңдар, екеуін мен істайын, жүріңіз. Ей, тоқта, не болып қалды? Сиырларға шөбін сөйтіп беріп кетейік. Қазір мен шөп алып келейін. Мінекей, мынаның біреуін ал. Мынаны тыста. Алдына қойып кетейік, кәсіп дейді өздері. Жарайды. Мен аздап сау білмейтін сияқтымын. Үйренесің, сөйтіп өзің күніге келсең, үйренесің. Жарайды. Жүр, қайттық. Апамдар кеп қалған шығар уже. Ал, міне келдік. Жүр, кір, жүр, келдік. Ал, сүттерді қайда қоямыз? Ана кішкентай сүтті мынаның мынаяққа қоя сал, қазір бұл шайға керек болады. Ал, мына сүтті қазір біз мынаяққа қоямыз. Болды, міне. Енді тамақ жасауымыз керек, білесің ғой? Иә, не жасау білесің? Бешбармақ, сосын лағыма, сосын манты. Одан басқа тамақ жасау білмеймін. Жарайды. Демек, саған қиын болып тұр. Не үшін? Өйткені апам кейбір кезде басқа тамақ айтуы мүмкін.
анандай тамақ жеймін, мынандай тамақ жеймін дегенде осылай жаныңда қарап тұрады саған, қалай істейсің, қалай жасайсың. Вот, короче, саған қарап тұрады сөйтіп. Сен жақсылап тұрып істеуің керек, прямо әбзірлеп. Сол кезде апам саған күмәнданбайтын болады. Ой, уже апамдар келетін уақыт болып қалыпты десе істейік, жарайды, әңгімелеспей. Жарайды. Неге пісіріп болдым? Жарайсың, біледі екенсің ғой? Иә. Шайды қалай құю керектігін білесің бе? Шайды... Апалайым түстің бе? Не дейсіз? Жоқ, ештеңке, білесің бе? Мен... Айтсайшы, білесің бе? Жоқ. Кеше шайды сен толтырып қойып жеріпсің. Ой. Иә, бірақ апамдар оған түк демеді ғой. Бірақ апам келесі жолы саған айтады, шайды толтырмай қойсай, деп саған айқайлауы мүмкін. Сосын сен апама шайды орташа құйып үйрену керек. Жарайды, о жағыңыз қатырамыз ғой. Мынау тамағың айбат бопты. Енді біз столды әрлеуіміз керек, тәтті қойып. Оның рецептері міне. Ой, жақсы болды ғой. Иә. Тура фотодағыдай болды, иә? Иә, өте әдемі болып тұр. Жарайды, енді бұны қойып қояйық. Ой, уже апамдар кеп қойған сияқты достар шығып жатыр ғой. Тез шайыңды қолыңа ал. Иә, сын. Ой. Енді қазір апам келгенде сәлем берсін, түсіндің бе? Мынаңды қойып қоя сал. Қазір ана сүтті шайға құюды ұмытпа. Мен саған тым үйретпегенде отырамыз, түсіндің бе? Жарайды, сосын маған қарай берме. Жарайды. Жүріңіз ата. Иә, мам, пап, сол. Ай, бәлем сол. Ой. Үйден бір есі шығып жатыр ғой. Иә, маған да кеп тұр. Не пісіріп жатыр екен, ей? Жүріңіз кіріп көрейік. Жарайды. Жүр ғой, балам. Келді. Сәлем бердік. Ой, айналайындар, десейші. Біз үшін тырысып осындай заттар жасадыңдар ма? Күшті нәрсе жасап қойыпсыңдар ғой. Қалайсыңдар? Менің келінім алтын ғой. Сәлем бердік, ата. Сіздер киініп қолдарыңызды жуып. Сіздерге қазір шай құйып қоямын. Ой, 5 бармақ дайындапсың ғой. Ай, алтыным менің, қазір біз келеміз. Сабина сосын кеп кетші. Жарайды. Ой. Не болды? Қызарып кеттің ғой, тура кең шақырып еді. Қазір мен барып келейін. Бақыласын, барып көрсем екен. Жарайды, қазір барып көрейін. Я, не болды? Кетіп қалған сияқты. Ой. Так, не дейді екен? Не болды? Біз 10 күннен кейін кететін болдық. 10 күннен кейін дейді. Мәнін қалай болса да қалдыру керек қой. Не істесем болады? Шын ба? Иә, немесе 8-9 күннен кейін кетуіміз мүмкін. Не үшін ерте қайтамыз? Дубайға барамыз. Шын ба? Иә, шын жаным. Сен өте күштісің ше? Жарайды, бар, әпкем күтіп қалды ғой сені. Жарайды, мен кеттім. Ойбай.
Общественный да істеп жүрсіз? Мен ба? Мен аяқта шам сүртіп қояйын дегем ғой. Жарайды, жүр. Шошып кеттім ғой. Бір қоймадым екен. Жарайды, әпше ондай емес қой, кеттім. Біз келдік. Мәулен қайда, білдім? Келін. Мәулен ба, қазір кино жатыр, ол кино жатқан. Әпше келіңіз отырыңыз. Иә. Келін, сен сүт алып келгенсің ба? Сүт сауып алып келгенсің ба? Иә, әпшеме... Үй! Айтпам екенді. Иә, өзім сауып алып келгем. Айналайын. Иә, сауып алып келді. Қасында қарап тұрдым мен. Иә. Шай қояйын қазір. Такс. Жарайсың. Шайды кеше қатты толтырып қойыпсың. Бүгін кішкене нормально қылыпсың. Иә. Сүт те бітті уже. Иә. Мәулен жеп отыр. Апа, жеп отырыңыздар. Қазір сіздерге бешбармақтан сап берейін. Қызым, жоқ, керек емес, дәл тарелкада тұр екен. Қазір қасықпен былай жібереміз, жарай ма? Жарайды онда. Тамағың дәмді болғаннан бірақ таусы қойыптық қой біз. Аспасын. Ал, жарайды енді. Тәттіден дәм татайық. Кеселеріңізді әкеліңіздер. Қоя салайын. Тәттіден дәм таттыңыздар, біз өзіміз пісірдік. Ал. Осы құлпынай ұнайтшы, құлпынай жеп көрейін. Не деген дәмді? Өздерің пісірді ма? Өзіміз пісірдік. Онда мен осындай түрін жеп көрейін. Мен келім күшті ғой. Дәмді бопты. Мен де жеп көрейінші. Өтте дәмді болған. Қазір мынаны сіздерге берейін. Мәніз апа? Ата мәніз? Әпше жейсіз ба? Жоқ, жемеймін. Тісім ауырып тұр. Жарайды. Әпше мен оған. Жарайды, мен тойдым. Кеттім мен, ас болсын. Келінім, біз тойдық. Рахмет, жаным. Мен кеттім, кішкене таза ауа жұтып қайтайын. Жарайды, онда мен кішкене ұйықтайыншы, ұйқым кеп тұр. Келінім сол, алтыным. Рахмет саған, көп-көп. Ас болсын. Әпше, сізге не болған? Баяғыдан көңіл күйіңіз түсіп жүр. Әпше, айтыңызшы, не болды? Кім сізге? Жоқ. Іштене балаларым сағынып кеттім. Жарайды. Онда істеспей қояйын, аяқ жүне салайын. Әпше, сүт бітіп қапты. Недегі сүтті құя саласың ғой, мен қазір ала шығып келейінші. Әпше, мен не болған? Жарайды. Аяқ жүне берейін. Так, сынақ бәрін жинап салайын. Апамның бір 3-5 күн көңілінен шығайын, сосын сияқтында кетемін. Ато жүріп шашы кеттім ғой. Не интернет салынбады. Әлде осы жаққа фотоға түсіп қалай болады екен. Жарайды. Шыдайын бір кішкене аз күн. Сосын өзім қалама кетемін. Келгенде сонша апам ұрсып маған. Көңілін шыққан жоқсын, анау мынау деп. Все болды.
Роман істептік деу болайын. Все, барайын. Мәулен? Не ол жан? Сен ноутбугыңды әкелгенсің ба? Иә, алдында хатын кетпей жатып әкеле сағам ғой. Не қарап атсың? Ой, бір кино ғой. Тоқташы, мен киім ауыстырып алайын. Қазір тоқта. Такс. Мәулен, айтшы. Қазір. Не болды, айта бер. Мынаны киім бе, или мынаны киім бе? Қайда бара жатсың? Жоқ, үйге мынаны киім бе? Ана көйлегіңді ки. Жарайды. Қалай? Болашақ анаға құса қалдың. Той кетші бар. Ой, шын айтам. Рахмет. Аянышты кино ма? Жоқ, қызықты кино ғой. Жарайды. Жарайды, бір жақтық шешейін. Шешіп аларым. Келін шақырып келейінші. Не көріп отыр мыналар? Кино көріп отыр ма? Аллай. Жарайды, кірейін. Қалайсыңдар? Әпке, шошыттыңыз ғой? Жайменді тоқылдатып көрмейсіз ба? Құрсын, кеш болды, келін отыра безін бе? Жүр, тамақ істейміз. Бар. Жүр, Сабина. Жарайды. Ойна көйлегің әп-әдемі ғой өзіңе. Рахмет. Жүр, жарайды. Жарайды. Ой, әпше, күлкіден қатырдыңыз ғой. Айтпа, ойбай. Солай болған. Мәулен солай істеген кішкентай кезінде. Мәулен бұзық бопты ғой. Әпке, шынымды айтсам, сіз өте ақ көңіл, мейірімді жан екенсіз ғой. Ой, жаным, рахмет. Мен сізге қатты бауыр бас қылдым ше. Мен де не дегенмін, абысымыз ғой. Иә. Жүрді, апамдарды шақырайын. Апа. Бісміллә. Не болды? Жүріңіз тамаққа. Барам. Бұларда қызық адамды шошты оятып. Киіп кеттім. Келіңіздер, отырыңыздар. Мәулен, жүр. Бар атырым. Туй, бір қызық жеріне келгенде. Киімді ауыстырып алайыншы. Такс. Осыны кейін. Так. Туй. Келді міне. Не болды? Жүрсе тамаққа шақырып жатырмыз ғой. Естімей қалыппын. Кешегі сүтті қостың ба? Қостың. Не болды? Екеуіңе сыбырсы береді. Ештеңе, Мәнза апа. Ой, рахмет. Мәулен. Рахмет. Әпше, мәнсіз. Ас болсын, жеңіздер. Ал қызым, ауыл қалай, ұнап жатыр ма? Келін, ұнап жатыр ма ауыл? Қалай айтсам болады? Апа, ата, ұнап жатыр күшті өте. Бәсе, ұнаса болды саған. Әйтеуір қалада жүрсесің,
Ауылда онша былай білмейсің. Бағила сен таныстырдың ба ауылда? Иә, ауылда таныстырдым. Дұрыс бопты. Жарайды, жатыңдар. Ұйықтайтын уақыт келді. Мен ұйқымған жоқ, жарайды, мен ұйықтайын. Жарайды, балалар, мен де ұйықтайын, е? Жарайды, мен кеттім. Мынаны есі дұрыс па? Сүй кеткен ес. Ойбай. Екеуін жаман романтиктісіңдер ғой? Ой. Жарайды, кел маған көмектес. Жарайды, қазір. Ой, Мәулен, бауырым қалай? Осы сен соны сұрамаймын ше? Ол өте жақсы бала. Қалай бұлай? Ұнап жүрмі саған? Иә, өте мейірімді, ақ көңіл. Ренжітіп жүрген жоқ па? Кейде ренжітетіні бар, но бірақ қатты ренжітпейді. Жарайды, екеуміз көп сөйлескеттік. Бар, жарайды, мен үйіме қатайын. Қорқпайсыз ба? Ой, жоқ, ана жақын тұрған ойды ғой. Жарайды, абысын, ертең кездесеміз, жарай ма? Так, пока. Сау болыңыз. Так, сапамдар ұйықта қапты. Мәулен. Мәулен. Не? Шынымен де ертең қайтамыз ба? Ой. 10 күннен кейін қайтамыз ба? Иә. Шын ба, Мәулен? Ой, шын деймін. Қойшы, маған сұрақ қойыңызшы, ұйықтаймын мен. Жарайды. Достар, сериалды көргендеріңізге көп рахмет. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Всем пока.